Айсажан Мөлдірдің кешірімін алу үшін Пекинге шұғыл ұшты. Естеріңізде болса, Бишкекке Аргеннің туған күнін тойлауға барған кезде Айсажан басқа сұлу бикешпен мәз-мейрам болып билеп жүрген видеосы әлеуметтік желіге тараған тұғын. Оны көрген Мөлдір әрине қызғанып, бәрі бітті деп Айсажан екеуінің арасындағы шешімін айтқан тұғын. Қараңыздар, жоспар менде мынандай. Дәл қазір Моля ана жақтан мына жаққа келеді. Ол жақта съемкасы бар қыздармен, құрбылармен. А мен, короче, мына жерде тығылып алдым. Айкысын алып, мына жерде тығылып алдым. Қазір көріп алам да, ұстап алам, короче. Бисмилля. Сол қателігін жуып шаю үшін әдемі гүлдерін алып Айсажан Пекинге барып, Мөлдірдің кешірімін алу үшін барлығын жасауда. Біздің уақытымызды қадірлейік, сыйлар, жайдан жайып жүрдің уақытын ал. Туған үйге келіп қалдым. Кімнің десеңіздер мына далада қара түн, біз жұмыстамыз ағайын. Әдеттегідей бүгін кухняны бастап кеткен болатынбыз. Кеше залдың біраз жұмыс алып еді, сол залды аяқтап, бүгін міне кухняны жасап жатырмыз, Құдай қаласа. Енді осы кухняны аяқтайтын болсақ, уже кеше өздеріңіз айтып кеткенімдей евроремонт басталады бізде. Сол күн Аллаға шүкір жылынып кетті. Өткенде қатты суып кеткен болатын. Құдай да қарап отыр негізі бізге. Өте жақсы болып жатыр, әйтеуір Аллаға шүкір. Күнде жылынып, бәрі жақсы жағынан болып жатыр. Сол бұйыртса енді кухня бірақ бөлмеміз ғана қалды, родбент жағатын. Біз родбент жағылғалы бір үйіміз керемет болып жатыр. Аллаға шүкір. Алла бізге күш-қуат берсін. Сағат түнгі 3, біз әлі жұмыстамыз ағайын. жаңыздар көрсек қойшы сені. Көрсек қойшы. Байқасаңыздар, аңсарда аз түсіріп жатырмын. Бұдан кейін көп көрсетпеймін деп шештім. Неге десеңіздер, балам кәтті ма бірдеңе ше. Сосын кеше бұзық үші салонға барғам ғой, сөйтіп мастерім айтып отыр да, балаңыз көп көрсетесіз, тәтті көрсете бермеңізші дейді. Сосын жарайды деп көрсетпеймін деп шештім. Енді көрсем, бірақ прям көп емес та, атымен кейде көп сажырым, өзімден көп салам ғой. Қазір күндік бермей тұрғым, аны түсірмей дейді. Ай, мама, тұршы дейді, түсіріп алайын. Не айтып отыр едім, бәрін бөліп жүрген асар. Қыздар, в общем, ладно, қазір сұрыс айташы. Аэропорттан таңғы сағат қаншалыққа 5-тен асып кетті уже. И мен бір үйге барып 1 сағатты ұйықтадым. Бірақ сол 1 сағат ұйқы жетпей қалды. Енді ұйқымен бір күресе алмай жүрмін. Ұйқыны жеңе алмай жүрмін, достар. Білмем қалай екен. Так өміріміздің жартысы ұйқымен өтеді негізі. Бірақ неге сонша ұйқыны жақсы көрем? Бұрын вроде ондай. Или мен бұрын бала босанғаннан кейінгі ұйықтамаған түндерімді қанша жыл бойы соны қазір ұйықтап жүрген сияқтымын. Тек өз-өзімді ақтап аламын, короче. Осы маған қиын, осы түнде таңға жуық ұшу, бір жаққа бару деген қатты қиын. Осылай, короче, демалу керек болды. Ұйқым қанған жоқ, но ладно, хотя бы өйстіп массажда демалу. Кайф. Вообще Серік айтады, ничего, шаша берсін, төге берсін, жаға берсін дейді. Оны жинайтын кім? Оны? Я сол тойдамыз. Сіздер не істеп жатсыздар? Уже тойға келуді ұмытып қалған, не стори түсіретінін білмеймін. Я, сол қызық болып жатыр осы жақта. Ана жақта құдалар тұр. Баяғыда мамаларымыз группаға видео жүр. Я, отырмыз сол. Ана жақта келін әдем екен. Я, жақсы болып жатыр. Дастархан жақсы болып жатыр. Бәрі күшті екен. Я, сол. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Короче, эфирден шығып, мен өзіміздің сүйікті орнымыз Наватқа келіп қалдық, короче. Шай, мен еще бет малдас құрып отыратын жер, короче. Аяқын шешіп қоясың да, малдасыңды құрып отыра бересің. Жаным, плов келді, плов. Міне, Жаным, кеше айттым ғой мен, осылармен араласам мен тек қана мен сол айтқам. Тапчанда өзіміз ешкім кедергі кетпейді. Отқан жайымыз бар, короче. Қазысымен мынау ше. Наваттамыз ағайын. Қойып шайдан құйшын ұран өзің ше. Все, ассалаумағалейкум.
Өзен Нұржан. Міне. Жақсы болсын бауырым. Жаңағындай өзіңді сосып қоятының бар еді ғой андай. Төгіп аламын ба деп алдым. Бүгін сәл настроение болмай тұр ше. Міне өз. Ебей шеше шашырады ғой. Шашаға. Ой, чаным. Сасыр ойшым бұл жерде Қандай ғой, осы жерге келіп қана жемейсіздер. Доставка менде болады, короче, қалада точкасы деген абаттың өте көп, сондықтан келіңіздер. Іздеген жерде қала. Бір бұрыш-бұрышында бар. Келіңіздер де жаймен тамақтарыңызды ішіп, көңіл жайлатып қайтсаңыздар. Достар, ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Қайырлы таң кейбір жандарға. Сол жұмыстарымыздан шықтық, эфирға келдік. Бүгін ауа райы өте тамаша, өте керемет болып тұр. Эфирға міне кіре берісте мысалға мына жігіттер күтіп тұр мысалға. Порше. Панамера. Порше. Қалай жігіттер? Қайырлы таң, родной. Жаным әшейін. Как ты? Жақсы. Ассалаумағалейкум. Жақсы саламатсыздар ма? Өздерің жақсысыздар ма? Шүкір, альхамдулилля деп қояйық. Сағынбадыңдар ма? Бүгін бізде айтпақшы футбол. Жігіттер дайынсыңдар ғой, а? Өзіңнің маусымдастарың болсын, кімнің дәл қазір қасында отқанын қалайтын едің қатысушы болып? Кімнің қатысушы болып отқанын қалайтын едің? Саддаулет, ал қыздардан Айнура Самға, Жансая. Агата. Арина. Саддаулет. Айгүл келсін. Мисс Ақерке. Ұлдардан Саддаулет. Арина, Айсұлтан ба, Айс ба, Крысал. Аида ғой. Қайсы екенін айтпаймын. Айдалардың бәрі келсін. Айдалардың бәрі келсін қатысушы болып айтып. Ішіне өзім көрем, таңдап аламын десең. Ұлдардан не істедің? Ұлдардан сол Оразғали келсе екен, новый аяқ киіммен мен. Сосын болды. Басқа керегі жоқ ешкім. Негізі Аида келсе деп ойлаймын. Нұржан да Аиданы қалап тұр. Келсін. Бірақ ол басқа Аиданы қалап тұр ма?